Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода балалар тортына арналған вафельді қағаздан жасалатын декорды жасаймыз. Бұл декорды періштенің қанаты деп те атайды. Ол үшін бізге 1,5-2 вафельный қағаз қажет. Бұл видеода мен өзім қалай жасаймын, сол нұсқаны көрсетемін. 2 сантиметр етіп вафельді қағазды ұзыншалап кесіп аламыз. Ұзыншалап кесілген қағаздарды 3 сантиметр етіп 4 бүріштеп кесеміз. Міне 4 бүріштеп кесіп алдық. Енді осы кесілген әрбір қағаздан қауырсындар жасаймыз. Бұрын соңды пайдаланбаған маникюр қайшысымен кесу өте ыңғайлы. Бірінші әрбір қағазды жапырақша тәріздес етіп кесіп аламыз. Содан кейін екі жағын қауырсынға ұқсатып майдалап кесеміз. Бұл жұмыс 1-2 сағат уақытыңызды алады. Егер де тапсырыс алған болсаңыз, осындай декормен жасалатын тортқа онда 2 күн бұрын жасап қойғаныңыз дұрыс. Қауырсындарымыз дайын, барлық қағазды кесіп шықтық. Енді мастикамен жұмыс жасаймыз. Мастиканың аздаған бөлігін жайып, енді қауырсынның пішінін қойып кесіп аламыз. Енді осы мастикаға қауырсындарымызды жабыстырамыз. Кондитерлік клейді пайдаланып жабыстырсаңыздар да болады, бірақ бұл видеода мен кондитерлік клейді пайдаланбаймын, тек суды пайдалана отырып жабыстырамын. Осылай жасап жүрмін, ешқандай ажырап кетпейді. Қанаттың 3 бұрыш болып тұрған жерінен бастап жабыстырып бастаймын. Видеоны толық көрсеңіздер, қауырсындардың қалай жабыстырылып жатқанын көресіздер.
Қауырсындарымызды толық жабыстырып бітті, қанатымыз дайын. Ортасына мастикадан жасалған осындай бөпенің формасын қоямын. Және осы қанатты бөлме температурасына 1,5-2 күндей кептіремін. Кептірген кезде екі қанаттың астына қатты зат қойып кептіремін. Сол кезде қанаттарымыз көтеріліп кебеді. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет, кәдеңізге жарасын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басыңыз және комментарий қалдырыңыз.